Мағжан Жұмабаев, шын аты Әбіл Мағжан, 1893 жылы 25 маусым дүниеге келді. 1938 жылы 19 наурыз дүниеден озды. Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны, аудармашысы. Мағжан Жұмабаев, Түркістан. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде туған, түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанда тұран дескен, тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өрттегі аспанды өрлей. Тұранның жері менен суы да жат, теңізде терең ауыр ой бергендей.